Жалпы дін, соның ішінде ислам діні бұл адамның қарым-қатынастарын реттеу барысында белгілі бір қағидалар қойып отырады. Ол қағидалар әлеуметтік жағдайдың әр саласын қамтиды. Соның ішінде неке мәселесі, яғни кәмелетке толған ер мен әйелдің бірге өмір сүру мәселесі, отбасын құру мәселесі дегенді де барынша қамтиды. Яғни бұл исламда неке құқықтық негіздері бар, жаңағы шариғаттың заңдарына негізделіп жасалынады. Яғни өзінің шарттары бар, өзінің талаптары бар, өзінің қағидалары бар, өзінің қоятын белгілі бір көрсеткіштері бар. Яғни сол көрсеткіштерге сай келген жағдайда ислам осы некені, яғни жаңағы ер мен әйелдің арасындағы қарым-қатынасты заңды деп санайды. Оның негізгі шарттары, қағидалары бұл жаңағы кәмелеттік жасқа толған болу керек. Содан кейін жаңағы үйленетін зайыбының, яғни ер азаматтың мұсылман болуы және әйелдің белгілі бір жаңағы дін негіздерінде болуы. Мүмкін христиан болуы, мүмкін кітап иелері дейді, жаңағы Алла тағаладан кітап түскен діннің өкілдерінен болса, бұл неке заңды болып саналады. Бұл яғни исламда некенің негізгі шарты бұл жаңағы қандық жағынан белгілі бір қашықтықтардың болуы керек. Яғни өзінің туысқанына, жақын туыстарына, сүт бауырларына, тағы басқа жағдайларда үйлене алмайды. Ал бірақ жаңағы шариғаттың көрсеткен негіздері негізінде ол үйленуге мүмкіндігі бар. Бұл мәселе негізгі мәселе емес. Негізгі мәселесі бұл жердегі некенің негізгі шарты бұл екеуінің де ақыл есінің дұрыс болуы, кәмелеттік жасқа толуы және рұқсат деген нәрсе бар. Яғни некенің ең басты шарттарының бірі осы екі адам, яғни үйленетін екі адам бірін-бірі қабылдау керек. Мәжбүрлік деген дүние исламда жоқ. Яғни рұқсатынсыз, келісімінсіз күшпен неке қидыру деген нәрсе бұл ислам бұған рұқсат етілмейді. Яғни кәмелеттік жасқа ақыл есі дұрыс екі адам кәмелеттік жасқа толғаннан кейін бірін-бірі қабылдау арқылы неке қидыру шарт. Сонан кейін бұл жерде екі жақтың өкілдерінің келісімі де керек. Яғни жаңағы қыз баланың ата-анасы немесе ата-анасының деңгейіндегі қамқоршылары немесе жаңағы ер азаматтың ата-аналары немесе куәгерлер дейді бұны дінде. Яғни екі жақтан ол екеуінің неке қиғандығына куә болатын адамдар талап қойылады. Бұл не екі ер адам болуы мүмкін, немесе бір ер адам, екі әйел адам болуы мүмкін. Бұны қоюдың негізгі шарты сол, неке дегеннің мағынасы жариялау деген сөз. Яғни ол екі азаматтың болашақта бірге тұратындығын, немесе ол екеуінің некесі қиылғандығын, одан кейін бұрынғы жаңағы бойдақ кезіндегідей іс-әрекеттер жасай алмайтындығын, отбасының жауапкершілігі болатындығын, отбасы дегеннен кейін, одан кейін ол отбасын асырау ер азаматтың мойнына жүктелетіндігін, ол отбасындағы жаңағы ұйытқы болатын, бала-шағаны асырайтын, ер азаматына қамқор болатын әйел болатындығын, бұрынғы жаңағы бойдақты кезеңнен кеткендігін білдіретін мақсатта бұны жариялауды. Яғни некенің негізгі мақсаты көпшіліктің көзінше немесе куәгерлердің көзінше екі азаматтың үйленгендігін бірін-бірі мойындауы, соны жаңағы имамдар арқылы немесе дін өкілдері арқылы қию деген нәрсе. Бұл екеуінің ертеңгі ұрпағының адал жолмен дүниеге келуі, басқа адамдардың алдында қара бет болмауы, яғни бұл исламның негізгі тазалық, ұрпақ жалғастығының негізгі шарттары, талаптары болып саналады. Жалпы дін кәмелетке толған азаматтарға нақты жауапкершіліктерді ұсынады, сол жауапкершіліктер орындалмаған жағдайда нақты талаптар, жазалар тағайындайды. Соған байланысты мынау жаңа неке деген нәрсе ер мен әйелдің арасындағы заңды қарым-қатынас бұл үлкен жауапкершілікке алып келеді. Бұл жауапкершілік неге алып келеді? Бірінші отбасының тұрақтылығы, екінші бала-шағаның тәрбиесі, үшінші мемлекеттің тұрақтылығы. Отбасының тұрақтылығы тікелей мемлекеттегі тұрақтылық пен тазалыққа келіп соқтыратын дүние болғандықтан ислам бұған қатты талаптар қойған. Яғни некенің өзінің жаңағы шарттарының өзі көрсеткендей, бұл ең жаңағы міндетті ол отбасындағы отағасына жүктейді. Отағасы отбасына жауапты. Оны асырауы, бала-шағасын қамтамасыз етуі, қаражат табуы, баспанамен қамтамасыз етуі, тағы басқа көптеген нәрселер отағасына жүктеледі. Ал талақ деген дүние, яғни ажырасу деген дүние шариғатта бар.
ол әрине мысалы екі жақтың, екі адамның мінез құлқының мүлде сәйкеспейтін жағдайы, немесе зорлық зомбылыққа негізделетін болса, мысалы әрқашанда мысалы отбасында кикілжіңдер бола беретін болса, ары қарай өмір сүру мүмкіндігі жоқ болса, бірігіп, немесе жаңағы бір-бірінің өміріне қауіп төндіретіндей жағдай болатын болса, немесе жаңағы ер адамның немесе әйел адамның ұрпақ әкелу мүмкіндігінің болмауы, ондай жағдайларда шариғат ажырасуға рұқсат береді. Бірақ бүгін үйленіп, ертең ажырасып, ертең тағы да үйленіп, бүрсігүн тағы да ажырасып, немесе талақ деген дүние бар. Талақ деген дүние, яғни талақ деген сөз, бұл ер азаматтың қолына берілген мүмкіндік. Оны егер қолданатын болатын болса, үш рет жаңағы талақ деген сөз айтатын болса, ол әйелмен қайтадан ерлі-зайыпты сияқты өмір сүре алмайды деген сөз. Бұл ауызға айтқанға жеңіл болғанмен, өмірде өте үлкен ауыр жауапкершілік. Яғни ол ер әйелді, жаңағы әйелді ажырасқаннан кейін ол әйел қалай өмір сүреді? Оның қамқоршысы ертең кім болады? Егер ода бала болатын болса, оған қамқорлықты кім жасайды? Көшеде көрінген қызбен некесін қидыра салып, екі адамды куәгерлікке шақыра салып, машинаның ішінде некені қидыра салып, немесе өз үйінде отырған жерінен сұхбаттасып отырып, некесін қидыра салып, ертең бір ай өтпей, бір апта өтпей, бір жыл өтпей талақ қылып тастап кетіп жатқан қазір үрдіс байқалады қоғамда. Бұл өз кезегінде жетімдердің, жесірлердің, қоғамдағы проблемаларын одан бетер асқындыруға келіп соқтырады. Яғни діннің мақсаты жетім мен жесірдің санын көбейту емес, керісінше жетім мен жесірге қамқор болу. Олай болатын болса, жаңа екінші неке, үшінші неке, төртінші некеге дейін шариғаттың рұқсат беруінің астарында да сондай қамқорлық жатыр деп айтуға болады. Яғни нәпсіге негізделген, құмарлыққа негізделген, бүгін қызығушылықпен үйленіп, ертең талақ ете салу деген нәрсе, бұл дінге негізделген дүние емес. Яғни діннің атын жамылып, немесе шариғаттағы жаңа 4 әйел алу керек деген, алуға болады деген, алу керек деген дүние емес. Құран аятын қарайтын болсақ, сендерге біреу, екеу, үшеу, төртеуге дейін рұқсат етілген, халал етілген. Бірақ егер әділеттілікті сақтаудан қорықсаңдар, біреумен қанағат етіңдер, бір әйелмен қанағат етіңдер деген аяттар бар. Бұл не деген сөз? 4 әйел алған адам 4-еуіне бірдей мәміле жасау керек, бірдей киім кигізу керек, оның балаларына бірдей қарау керек, оларды бірдей баспанамен қамтамасыз ету керек, уақытын да соларға бірдей тең бөлу керек. Бірақ адам пендешілік, пенде ғой. Біреу жақсы болуы мүмкін, біреу әдемі болуы мүмкін, біреу жас болуы мүмкін, біреуінің мінез жайлы болуы мүмкін. Сонда ол егер сол әділеттілікті сақтай алмайтын болса, онда жаңа Құдайдың қойған талабын орындай алмайды деген сөз. Ондай болатын болса, біреумен қанағат етіңдер деген сөз. Ал екіншіден жаңағы пайғамбардың айтқан үйленіңдер, көбейіңдер, мен сендерді қиямет күні басқа үмбеттердің алдында көптіктеріңді айтып мақтанамын деген сөз, бұл жаңағы талақ етіп жетім жесірдің саны молайтыңдар деген мағына емес. Көбею деген сөз, ол сен ұрпағыңа ие бол деген сөз. Олай болатын болса, исламдағы талақ деген дүние өте ауыр сөз. Оны айтпай тұрып, 10 рет ойлану керек, ақылдасу керек. Бұл содан кейін жаңағы жастардың өзін білімділігімен болмау керек, ата-аналардың қатысуымен, әулеттің қатысуымен болатын болса, бұл жиі бола қоймайды деп ойлаймын. Әрине қазір діннің негізгі қағидаларын түсінбейтін, жеңіл ойлайтын жастар бұған көбірек қадамға барып жатқан жағдайлар бар. Бұл өте өкінішті жағдай. Сондықтан діннің атына кір келтіруге, некенің атына кір келтіруге, отбасының жауапкершілігінің атына кір келтіруге болмайды.